Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин бүгүнкү маектешибиз Казактын эл акыны, Кыргыздын да эл акыны, биздин Кыргызстанда бир топ жыл Казак Республикасынын элчиси болуп иштеген айтылуу акын агабыз Мухтар Шаханов. Мухтар ага, Кыргыз жерине куш келипсиз. Мен жаңылбасам, сиз соңку ирет Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына келгенсиз. Ысык-көл форумуна катышкансыз. Туура айттымбы? Андан бери келе элек болчусуз. Ошого чейин бул кандай сиздин өзүңүздүн чыгармачылыгыңызда, өмүрүңүздө кандай жаңылыктар болду, кандай окуялар өттү? Ошондон баштасак сөздү. Айта бериңиз. Енді менің ең жақын досым Шыңғыс Айтматов болды. Аға досым. Осы күн сайын мен намаз оқимын. 31 жылдан бері намаз оқимын. Сол намаз оқыған кезде осы Айтматовты бірінші кезекте айтып кетем. Өйткен себебі бірде мынандай жағдай болды. Мен үйде есімнен танып құлап қаптым. Соныкөй мені ауруханаға алып барады. Соныкөй мен есімнен танып құлап қалған екен. Ол өліп қалды деп, өлген адамдардың ішіне қойып қойды мені. Сол бір кезде телефоным шылдырайды қалтамда. Оны оянып кетіп, телефонын көтерсем, Шыңғыс Айтматов. Ол Бельгияда Қырғызстанның елшісі болды. Сол Бельгияда Мұхтар не болды? Мен ояқта сағат 6 екен. Мен саған телефон соққым кетті. Не болды? Осылай. Ойбай, мен өлген адамдардың ішінде жатыр. Айқайладым, мен тірімін деп. Сол телефоным шылдырған екен. Содан сояқта жатып, Мұхтарға не болды деп, сөйтіп түнгі сағат 6 ояқта бір түрлі саған телефон соққым кетті. Жүрегі сезген да? Жүрегі сезген. Міне осындай бір екеуміздің арамызда ерекше жақындық болды. Ал кейін анау бір мынандай жағдай болды. Мен қатты ауруханада жаттым. Ауруханада оның алдында Шыңғыс Айтматов қатты ауырып ояға жатқан шетелде. Соған барғым келді, мені жібермей қойды. Өйткені мен самолетке тұруға болмайды маған. Соны сол кезде мынандай бір жағдай болды. Мен ауруханада жатырмын ғой. Қайтадан келіп төсегіме отыра бергенде төсегім быт-шыт сынып кетті. Сол кезде маған ойбай бірдеңе болды ғой дедім. Бір минуттан кейін телефоным шылдырады, Шыңғыс Айтматов қаза болды. Міне осындай бір арамызда бір ерекше жағдайлар болды. Мен енді осы екі күннің бірінде Айтматов түсіме кіреді. Өйткені себебі мен қаншама адамдармен достастым, араластым, бірге жүрдім, бірақ Шыңғыс Айтматовтай маған жақын адам болған жоқ. Екеуміз бір-бірімізге дегенде түсінігіміз басқа еді. Мен осында 11 жыл Қазақстанның Қырғызстандағы елшісі болып істедім. Айтматов маған келеді, мен оған барамын. Айтматов кеткелі бері мен жалғыз қалған адам жоқ сияқты жүремін. Күнде мен 31 жылдан бері намаз оқимын, 31 жылдан бері. Ал сол оқыған намазымда бірінші кезекте Айтматовты айтып өтемін. Түгелде соған Құран оқимын, соның жанының жәннатта болсын деп тілеймін. Сондықтан менің өмірімде көп адамдар болды, жақын адамдар алса да, бірақ Шыңғыс Айтматовтай маған жақын аға дос болған жоқ. Мен Айтматов кеткелі бері осылай жалғыз қалған адам сияқты болып жүрмін. Мұхтар ағай, сіз айтқан сөздерді бұнда жалпылап айтсақ болады да, Кыргыз эли менен Казак элинин ортосундагы мамиледе ушундай да ойлойм мен. Анткени өткөн мынакей, Абайдын жазган өзүнүн китебинде, кара сөзүндө мындай деген бир эмгеги бар экен. Бир аз сөз Казактын түбү кайдан чыкканы тууралуу деп жазган экен. Ошондо мына мен астын сызып койдум, монтип жазыптыр.
Тағы еш қазақ дейді. Қырғыз бен қазақтың бір тұқымдас екенінен таласпайды дейді. Таласпайды дейді. Дүниедегі ең жақын халық, егіз бір туған қырғыз қазақ халқы екенін мұны азырқы мұғындар қандай түсінеді? Біле ме? Бұл енді әртүрлі елдер бар, халықтар бар, бірақ қазақ пен қырғыздай жақын ел жоқ. Жоқ. Осы қазақ деген кезде мен бірінші рет қырғызды еске аламын. Қырғыз деген кезде қазақты еске аламын. Өйткені себебі қазақ пен қырғыз жақын бауыр. Ал енді шындық кейде қалың арпа ішіндегі бір бидай. Неге әділдік күресінде жұрттың көбі тымпибай. Ұлтсыздыққа, рухсыздыққа кім батылдық көрсетпесе қырғидай, ондайлардың бүгінгі аты үрбейкүл мен жырбибай. Ал қазіргі кезеңде мұны кезінде Гитлерден сұраған, мына шығыстағы жаулап алған елдерге қандай саясат қолданамыз деп. Сонда Гитлер айтқан, оларға ертеден кешке дейін жеңіл музыка беру керек. Ойлануға, кітап оқуға мүмкіндік бермеу керек. Өйткені адам неғұрлым рухани жағынан саяз болса, сол адам өзін бақыт сезінеді деген. Енді қазір телеарнаны баспасаң, барлық үрбейкүлдер мен жырбейбайлар ырдап тұрады. Осындай бүкіл әлемде қазір осылай болып болды, үрбейкүлдер мен жырбейбайлар. Сондықтан мынау екі ел, қазақ пен қырғыздай жақын ел жоқ, жақын бауыр жоқ. Мына біздің айтулы Манас дастанымыз бар. Чыңгыз Айтматованы өз кезінде қырғыз рухының ту чоқысы деп атаған Манас эпосын. Ошол Манаста мисалы үчүн қазақ менен қырғыздың бір туышкандыгы жөнүндө керемет саптар бар. Мен ошол саптардан бираз окуп берейин. Телекөрөрмандар дагы билсин мынакей. Қазақ қырғыз уругу, Кабылам Манас улугу, бабасы улук Ногой хан, баштагынын жомогу, Манас деген бу бир жан, қазақ қырғыз нуркунан калк башкарган улук хан дейт. Манастын атасы Жакып тууралуу эпосто қазақ қырғыз халкы бар, кая Жакып каркы бар деп айтылат. Көрдүңүзбү? Андан кийин Манаста қазақ қырғыз эгиз тууган эл катары дайыма бирге эскерилет. Бу тууралуу эпос мындай дейт: Қазақ қырғыз катаган барыбыз бир атадан дейт. Ошон үчүн мейли аш той болобу, жоо келеби, алгач кабарды кыргыздар казактарга айттырат. Айылдын калмак чабарда, мал жанын олжолоп аларда Жакып бай биринчи казак бир туугандарына жардамга чабаганчы жиберет. Чабаганчы жигитке мынтип айтат экен: "Кабарайт казак бийине, казак кыргыз бир тууган, калмак камап жатканда кантип жатат үйүнө" деп табыштайт экен. Көрдүңүзбү? Мына Манас баатыр өзү бала кезинен эле атасы ким, аты ким, аркы уругу заты ким билсек дешип сурашкандарга атам Жакып Манаспын, аркы уругум Алашпын деп жооп берет экен. Көрдүңүзбү мынакей? Демек бул кыргыз менен казактын бир туугандыгы, эгизде экендиги эзелки эпосто да мынантип айтылып жатат. Осыны Чыңгыз Айтматов экөөбүз талай талкылаганбыз, талай окуганбыз осунун бардыгын. Бирге осунун төңүрүгүндө талай әңгиме козгогонбуз экөөбүз. Ошондо не деп айтчу эле Чыңгыз Айтматов? Дагы эмне деп айтчу эле бул Манас эпосу жөнүндө, казак менен кыргыздын эзелки достугу жөнүндө нелерди айтчу эле дагы? Сиз билесизби? Сырдашып жүргөнсүз. Енді өз қазақ пен қырғыздай жақын ел жоқ. Көп елдер бар. Осы бірақ ең жақын қазақ пен қырғыздай жақын ел жоқ. Сондықтан қандай қиын кезеңдерде екі ұлт бірге болған, бірінің қайғысына екіншісі араласқан, бірін бірі қолдап отырған бар кезеңде. Сондықтан мен қырғыз деген кезде мен ішкен асым жер қоямын. Өйткені себебі қырғыз ұлы халық, ұлы ел, әрдайым жұлдызы тек шындық биігінен, елдік ұлттық мүдде биігінен жарқырай берсін. 124 мың пайғамбар, 33 мың сахаба, 99 машайықтың аруағы, Қайыбата, Қазата, Сайрамда бар сансыз бап, Түркістанда Тоңы бап, ең үлкен Арыстан бап, әулие әмбелердің аруақтары, Қырғыз жеріндегі, Қазақ жеріндегі әулие ата-бабаларымыздың аруақтары қолдасын. Осы қырғыз халқының қанатты перзенттерінің
қазақ халқының қанатты перзенттерінің жұлдыздары ылғи да шындық биігінен, елдік, ұлттық мүдде биігінен жарқырай берсін. Әумин. Айтқаныңыз келсін. Сізге де ұзақ жашау қалаймыз. Денсаулық қалаймыз, бекем денсаулық қалаймыз. Шығармашылықтағы көп жақсы шығармаларды жазышыңызды күтеміз, оқырманыңыз қатары. Қырғыз елі сізді абдан жақсы көреді, сүйеді. Айтматов менен достығыңыз жөнінде де біледі, біздің азыркы ұрпақтар бары жақсы білешет, сізді жақсы танышады. Аман болыңыз.